Бәріңізге сәлем, менің есімім Фаруза. Жалпы Инстаграмда өзімнің парақшам бар, блог жүргіземін, яғни таргетолог ретінде услугамды және өзімнің өмірімді де бөлісіп отыратын боламын. Осы 2026 жылдан бастап ютубты да қолға алып жатырмын. Сіздерден қолдау күтемін. Бұл жерде өзімнің ойларыммен, тәжірибеммен, жалпы блог жүргізудегі болсын, таргеттегі болсын, жалпы өмірдегі өзімнің ойларыммен осы жерде бөліскім келеді. Мен жалпы қазіргі таңда декреттегі анамын. Сондықтан да үйде ешкімге айта алмайтын ойларыммен осы жерде бөліссем деймін. Жалпы бүгінгі менің айтып отырған тақырыбым, жалпы блогта біз кімдерге подписка жасаймыз, кімдерді кері отписка жасап жатамыз. Осы жайында өзімнің ойыммен бөліскім келеді. Яғни бұл ешқандай курста айтылған нәрсе емес, жай ғана өзімнің анализ жасау барысындағы жалпы көргенім десем болады. Жалпы біз көпшілігіміз Инстаграм ақтарған кезде кейбір ұнайтын адамдарға подписка жасап аламыз, кейбір уақыттан кейін отписка жасаймыз, немесе мүлдем қарағымыз келмейді. Неге? Себебі біз өзіміз сияқты адамдарды қарайды екенбіз. Мысалы, ол мүмкін шынымен де біліп өзіміз осознанно жаңағы мынада мынадай бар ки, менде де бар ғой деген оймен жазылып қарауымыз мүмкін. Кейбір кезде неосознанно біз білмейміз оны, бірдей бір нәрсеміз бар екендігін, бірақ уақыт өте келе ол кісі мүмкін сторисіне салған кезде бұл жағдай менде де бар ғой, бұл менде де бар ғой деген сияқты бәрібір де бір ұқсастық байланыс болып жатады. Осыны көп байқаймын, көп анализ жасаймын. Мысалы, мен 3 ер баланың анасымын, и маған осындай аналардың блогтары жақынырақ болып келеді. Немесе өзім білмесем де кейбір қыздарға подписка жасаған кезде ол Казгуда оқыған болып шығады. Бұл да мені өте бір жаңағы бізді байланыстыратын нәрсе. Мысалы, бұрынғы фотоларын иногда салып қалады, сол кезеңдерде мынау да Казгуда оқыған екен ғой деген сияқты ой болып, сол үшін де мен оған жақынырақ екенмін ғой, сол үшін мен оны қарайды екенмін ғой деген мақсатта сондай болып жатады. Кейбір кезде мысалы творческий адамдар, шығармашылық яғни адамдар, менде өзімде шығармашыл адам болғаннан кейін ондай адамдарды мен ұнатам, қарайым жиі, және олардан қандай да бір жаңағы ойымен, жалпы қандай да бір тәжірибесімен бөлісіп жатамын. Сол үшін де мен оның блогына подписанамын. Сол сияқты өте көп жалпы енді осыны анализ жасап келе, яғни біз личностімізді, жалпы өмірімізді блогта көбірек ашқан сайын бізге жақын адамдар подписка жасап қаралым саны көбейіп отырады. Яғни біз мысалы өзіміздің белгілі бір қандай да бір ойымызды, мүмкін ойымыз бірдей болып қалуы мүмкін. Бұл біздің подписчигіміздің өсуіне, олардың бізді сторисімізді тұрақты түрде қарауына, сонымен қатар ол да өз ойларымен бөлісіп, реакция жіберіп, жаңағы байланыс орнатуына қандай да бір өзінің көмегін тигізеді. Сондықтан да сіздер де байқап көріңіздер, өздеріңіздің жиі қарайтын, ұнатып қарайтын блогер, жалпы кез келген адамды анализ жасап, не үшін қарайтыныңызды ойланып көріңіз. Және комментарийға жазып кетіңіз. Блогты жаңа бастап жатқаннан кейін сіздерден қолдау күтемін. Лайк басып, комментарий жазып, және парақшама тіркеліп алыңыздар. Келесіде пайдалы ақпараттар тағы да шығарып тұрамын.